Құрметті тыңдарман, бүгін біз мұқаддима кітабының жалғасын бастаймыз. Бүгін бізде 11-ші сабақ. Ибн Халдун бізге алдында өркениеттердің ерекшеліктері, табиғи ерекшеліктері, қоғамдық ерекшеліктері, тағы басқа көптеген ерекшеліктері болатынын бізге ескерткен. Мысалы үшін Қазақстанның табиғаты мен Африканың табиғаты екі бөлек. Қазақстан жайлы айтқан кезде Африканың табиғаты туралы айтса, демек ол қате айтып жатыр деген сияқты. Әр нәрсенің өзіндік ерекшелігі бар екенін ескерткен болатын. Сонымен қатар адам ақылына сыймайтын ақпараттар, өркениеттер жайлы, дамыған қоғамдар жайлы адам ақылына сыймайтын жалған ақпараттар туралы тоқталған. Бүгін біз содан ары қарап жалғастырамыз. Масғуди айдан фи тимсал. Масғудида тағы осындай ақылға сыймайтын бір ақпарат келтірген дейді. Оның айтуы бойынша хикаяда Римде ескерткішке жылдың әрбір уақыттарында торғайлар ұшып келіп, осы ескерткіштерге зәйтүн жемістерін әкеп қояды екен дейді. Рим тұрғындары осы жемістерден зәйтүн майын шығарады екен мыс дейді. Бұл табиғи зәйтүн майын өндіру процесіне мүлде сай келмейді дейді. Өйткені құстардың алып келген зәйтүндерінің жемістері бұл не тұрады ол енді. Көп те болмайды ғой деген сияқты нәрсе ғой. Сондықтан бұл адам ақылына сыймайтын нәрсе деп бірден тоқталады. Тағы да бір оғаш оқиғаны Бәкіре айтады дейді. Құрылысқа қатысты дейді. Хикая бойынша бір 30 күндік қашықтыққа созылып жатқан 1000 қақпасы бар бір қала бар дейді. Ол жайында келесі кітапта біз тағы да тоқталамыз дейді. Бұл не үшін жалған дейтін болса, орта ғасырда одан бұрынғы қалалар міндетті түрде қорғандармен, қоршаулармен қорғалу керек қауіпсіздік үшін. Алайда мұнда тым үлкен қаланы басқару мүмкін емес дейді. Яғни 30 күнге жаяу жүрсең, арғы басына дейін 30 күн жүруің керек. Бір шетіне жау келіп жатса, екінші шетінен жету мүмкін емес. Бұндай үлкен қаланы қорғау тіпті мүмкін емес. Оған қосымша мұндай қала қауіпсіз қала бола алмайды дейді. Яғни бұндай қала салсаң, бір шетінен жау шауып жатады, екінші шетінен жаудың шапқанын ертесіне естіп жатасың. Ол мүмкін емес дейді. Сол сияқты Масғудида келесі жолы мынандай бір ақпарат таратқан дейді. Айтуынша ол мыстан жасалған қала бар дейді. Қаланың құрылысы толығымен мыстан жасалған. Ол Сижлимса шөлінде жайғасыпты дейді. Бұл жерден Мұса ибн Нусайр Мағрибқа қарап өтіп бара жатқан кезде көріпті дейді. Бұл шаһарлардың қақпаралары жабық болған, қабырғалардың үстіне шыққан кісі қатты қуаныштан есі кетіп, өзі қала ішіне ары қарап тастай салған дейді. Қайта келмейді екен, яғни бұл қаланы көрген адам қуаныштан жүрек жарылып қайтып келмейді екен дейді. Бұл хикая адам ақылына сыймайтын ертегілерде ойдан шығарылған хикаялардың бір түрі дейді. Сижлимса шөлі арқылы көптеген саяхатшылар жүрген, керуендер жүрген, алайда мұндай шаһар жайлы ешқандай мәліметтер айтылмайды дейді. Бұл хикаяда сипатталған суреттеулердің барлығы әдеттегіден тыс, яғни мүмкін емес нәрселер саналады дейді. Шаһардың көрінісін баяндалып жатқан даму ерекшелігі табиғи заңдылықтарын мүлде теріс саналады. Яғни кез келген қала міндетті түрде сол жердің табиғатына сай салынады. Көбінесе адамдар металдан ыдыстар, жиһаздар жасайды. Алайда
толығымен мыстан қала соғу деген ол адамның ақылына сыймайтын нәрсе. Осыған ұқсайтын ақпараттар өте көп. Мұндай жалған ақпараттар өте көп. Бұндай ақпараттарды өркениет табиғатына сай тексеру керек. Өркениет яғни табиғатына сай, климатына сай. Өркениет табиғатына сүйену бұл ақпаратты зерттеуде олардың ақиқатын жалғанға ажыратуға ең жақсы әрі ең дұрыс тәсіл дейді. Бұл тәсіл тіпті ақпарат жеткізушілердің әділдігі немесе сенімсіздік екенін анықтаудан да бұрын жүзеге асырылуы тиіс. Мысалы, бір ақпарат келді, оны айтып жатқан адам шыншыл адам ба, әлде өтірікші адам ба дегеннен бұрын, мысалы, Қазақстан жері туралы айтылса, Қазақстанның табиғатына сай келеді ме, келмейді ме деген сияқты, ол одан да бұрын тұрады дейді. Одан кейін жаңа автордың шыншылдығына. Бұл өте маңызды мәселе. Қазір бүгінгі таңда өтірік ақпараттар өте көп. Оның шыншыл ма, рас айтады ма, оған да қарамастан адамдар соған еріп кете береді. Сондықтан ақпарат көзі оқиғаларда болмауы мүмкін емес, жоқ болуы мүмкін, жеткізушінің әділетті екенін анықтаудан алдынан шешім шығарылады дейді. Егер ақпаратта баяндалған оқиға орын алуы мүмкін емес болса, онда жеткізушінің сенімді немесе сенімсіз адам екенін анықтап жатудың еш қажеті жоқ. Бір Африка жайлы айтты. Ойбай, Африкада бір қала бар екен, 30 градус суық болса да ішіндегілер тоңбайды екен деген ақпарат етіп жатса, 30 градус суық Африкаға не керегі бар? Содан қорғайтын. Табиғаты мен соның өркениетіне, климатына қатысты ақпараттарды қарастырады. Егер адам ақылына сыймайтын болса, оның жеткізуші өтірікші ма, шыншыл ма деп іздеп жатудың қажеті жоқ дейді. Лақтыра саласын, бітті. Жарх уа тағдил ғұламалары тарихи деректердің тілдік немесе түсіндірмеуде мүмкін емес жағдайда анықталса, мұндай ақпараттарды күмәнді деп танып, адам ақылына сыймайтын мәліметтердің қатарына жатқызады дейді. Бұл сондай ғылым бар. Жарх уа тағдил деген ғылым бар. Адам ақылына сыймайтын әңгіме айтып жатқан болса, бірден оны авторын да тексермей күмәнді деп шетке ысырып қоя салады. Жарх уа тағдил ғылымы шариғи хабарлардың растығын тексеруде аса маңызды саналады еді. Сондықтан осы ақпараттар негізінде пайғамбар тарапынан айтылған болып, мұсылмандар амал ететін уәжіп болған нұсқауларды өз ішіне қамтиды дейді. Мысалы, пайғамбардың хадистеріне де қатысты мұсталах хадис деген үлкен ғылым бар. Біз оған хадистің амал етуіміз керек па, керек емес па деген мәселелерді анықтауда. Сол сияқты әрбір нәрсеге мұқият болу керектігін айтып жатыр. Келесі кезекте тарихи оқиғалар жайлы мәліметтерді рас немесе өтірік екендігін, жалпы шариғаттарға сай келу немесе келмеуін салыстырып шығуды талап етіледі. Бір ақпарат келді, енді ол шариғатқа сай ма, сай емес па? Сондықтан ақпаратты айтылған оқиғалардың болу мүмкіндігі немесе мүлде болмауын тексеру міндет. Бұл тексерудің түрі жеткізушінің сенімді немесе сенімсіз екендігін анықтаудан да маңызды саналады. Сонымен қатар жеткізушіге тиесілі сұрастыру арқылы тек қана осы оқиғаның болып өту ықтималдығын бар немесе жоқ екендігін білу мүмкін. Демек, тарихи ақпараттарды шариғат негіздеріне сай келетін тексеру арқылы осы оқиға жайында болған немесе болмағанын жеткізушіні сұрастыру немесе өзге деректердің көмегі арқылы ақиқат анықталады. Бір ақпарат келген соң ол айтылып жатқан мәселе шариғатқа сай ма немесе сай емес па? Сол жағын салыстырған кезде одан кейін барып жеткізуші шын айтатын адам ба, жоқ әлде өтірік айтатын адам ба деген сияқты сұрақ қою арқылы ақиқатын анықтауға болады. Олай болса, ақпараттардың растығын жалғанын ажырату үшін негіз болатын қағида адамзат қоғамына,
яғни өркениетіне шолу жасау әрі қоғамға тән ерекшелік жағдайларын, оның талаптарын, сондай-ақ одан саналмайтын болуы мүмкін немесе мүмкін емес жағдайларын бір-бірінен ажырата алу тиіс. Яғни бір ақпарат келсе, ол оның табиғатына сай ма, сай емес па, оның өркениетіне сай ма, сай емес па. Мысалы, Африканың жағдайын Американың жағдайына қатысты айтып отырса, Американың жағдайы мен Африканың жағдайы екі түрлі. Біз осылай талдасақ, ақпараттың рас немесе өтірік, жалған көзқарас екендігін анықтаудың таразылау өлшемін тапқан боламыз. Осыдан кейін өркениеттер ерекшелігі жайлы ақпараттар жайлы естісек, не нәрселерді қабыл ету, не нәрселерді қабыл етпеу керек екендігін біліп аламыз. Бұл тарихшылар үшін ақпараттың ақиқат немесе жалған екендігін анықтаудың дұрыс өлшемі үшін таразы болады. Жазылған еңбегіміздің бірінші кітабында негізгі мақсаты осы дейді. Олай болатын болса, келген ақпаратты қалай қабылдаймыз? Келген ақпарат, айтылған мәселе, сол айтылып жатқан жердің табиғатына сай ма, сай емес па, өркениетіне сай ма, сай емес па, сосын ол шариғатқа сай келеді ма, келмейді ма? Мысалы, қазір интернет әлеуметтік желісінде өтірік өсектердің түрі көп. Егер осы бойынша салыстыратын болсаң, 99.9% өтпей қалады. Толығымен толып жатқан жалған ақпараттар. Біз мұсылман қауымы баяғыда тіпті пайғамбардың хадисіне дейін рас па, рас емес па, соға дейін зерттеу әдістерін қойып тастаған едік ертеде. Қазір бір алаяқ кеп көпшіліктің миын ашытып жүр ғой. Сондықтан келесі сабақтарда ғылымдар туралы басталады. Сабақтарға белсене қатысып, қолдарыңызға дәптер алып, қалам алып, қажетті ақпараттарды жазып отырсаңыздар